Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгін біз саяхат бөлімін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы егістікте болдың ба? Сабақтың мақсаты кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау, өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу. Алдымен жұмбақтарды шешіп көрейік. Ұзын мұртты сарылар, қойнында наны бар. Бұл не балалар? Бұл бидай. Шеңбер жасап өседі, желмен бірге көшеді. Бұл жұмбақтың жауабы қаңбақ. Балалар, сендер де жұмбақты дұрыс шешті деп ойлаймын. Олай болса, бүгін біз бидай мен қаңбақ мәтінін өтеміз. Бидай мен қаңбақ. Өзі қаңбақ болсын, онда қандай салмақ болсын. Тұрақтай алмай тегістікке, тірелді бір күні егістікке. Дауыспен былай тіл қатты. Сен осы бидаймысың? Бидаймын. Ақыл айтсам тыңдаймысың? Тыңдаймын. Осы қай тұрысың? Жүрмейсің, көрмейсің, кезбейсің. Не бар, не жоқты да сезбейсің. Көктемде шығып, күз болса бұғып, бастарың салбырап, тұрғандарың маужырап. Ей қаңбақ, деді бидай, қанасына сыймай. Ашып айтсақ дұрысын, осы қай жүрісің? Белгілі тұрағың жоқ, бас түгіл құлағың жоқ. Уф десе ұшасың, суф десе қонасың. Қаңғырған қаңбақсың, кімге тұлға болмақсың? Күні мен түні ұшарыңды жел біліп, қонарыңды сай біліп, сайран салып жүргенің, ал біздің жиғанымыз дән, айналамыз толған ән, абыройда, даңқта, ерлікте, жеңісте, барлығы осы егісте. Бидайдың сөзі осымен бітті. Қаңбақ жөніне зытты. Дұрысын айтқан бидай ма, қаңбақ па? Оны өздерің салмақта. Балалар, бұл мәтіннің авторы Асқар Тоқмағамбетов. Ол Қызылорда облысы Тереңөзек ауданында туған. Ақын, жазушы. Оның Қыран тұғырдан ұшады, Қарбаласта, Жыр күмбезі атты шығармалары бар. Адасқан сөздер ойыны. Мәтіннен келтірген үзінділердің қай кейіпкерге қатысты екенін сәйкестендіріп көрейік. Онда салмақ қайдан болсын? Әрине ол қаңбақ. Көктемде шығып, күз болса бұғып. Бұл үзінді бидайға қатысты айтылған. Уф десе ұшасың, суф десе қонасың. Бұл үзінді қаңбаққа қатысты айтылған. Жиғанымыз дән, айналамыз толған ән. Әрине бұл үзінді бидайға қатысты. Ұшарыңды жел біліп, қонарыңды сай біліп, сайран салып жүргенің. Бұл үзінді қаңбаққа қатысты. Абыройда, даңқта, ерлікте, жеңісте, барлығы осы егісте. Бұл үзінді бидайға қатысты айтылған. Ал енді балалар, осы үзінділерге қатысты жұмбақтар құрастырып көрейік. Онда салмақ қайдан болсын? Ешқандай салмағы жоқ, бас түгіл құлағы жоқ. Бұл қаңбақ. Көктемде шығады, күз болса бұғады. Уф десе ұшады, суф десе қонады. Жинайтыны дән, айналасы толған ән. Ұшарын жел біледі, қонарын сай біледі, сайран салып жүреді.
өседі егіс те, өзін де, абырой да, даңқ та, ерлік те, жеңіс те. Әрине, бұл бидай. Балалар, сендер де үзінділерге қатысты жұмбақ құрастыра аласыңдар. Өздерің өз нұсқаларыңды ұсынып көріңдер. Бірге ойлаймыз. Балалар, мәтін не үшін мысалға жатады деп ойлайсыңдар? Себебі мысалдың кейіпкерлері аңдар, құстар, жануарлар, өсімдіктер болады. Мысалда кемшіліктер сыналады және ақыл кеңес айтылатын қорытынды ой болады. Қалай ойлайсыңдар? Дұрысын айтқан бидай ма, қаңбақ па? Өз ойларыңды айтып, ұстаздарыңа кері байланыс жасаңдар. Балалар, сендер егіс даласында атты коллаж құрастырып көріңдер. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.